Бисмиллах деп, бүгін сіздермен қамыр ашталмайтын қуыруды білмейтін қыздар үшін осындай жұмсақ қамырын ашып әуре болмайтын ыстықтай жесеңіздер сыры осылай созылып тұратын корндықтың рецептісін ұсынамын қыздар. Бір қызығы, бұл корндықты қуырудың қажеті жоқ. Жай ғана қамырға малып салып жіберсеңіздер, өздері осылай айналдырып жүріп қызарып қуырылады. Ал енді бастаймыз. Бізге алдымен шұжық қажет. Шұжықтарды, яғни сосискаларды осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және сыр керек. Сырымызды да дәл сосисканың размерімен бірдей етіп кесіп бөліп шығамыз. Міне осылай. Сырдың сапалысын таңдаңыздар. Менде кәдімгі килограммдық сыр, сіздерге моцарелланы ұсынамын. Ол да жақсы сыр. Одан соң шұжық, сыр және шұжық, яғни сосиска етіп осылай барлығын шпажке тізіп шығамыз қыздар. Міне дайын. Осылай әп-әдемі болып тізіле қалады. Ал енді қамырын дайындауға кірісеміз. Жылы сүтімізді ыдысқа құямыз, жарты бокалдан астам. Үстінен бір жұмыртқа, тұз, қант және разрыхитель ұнды салып, барлығын араластырып, қыздар жақсылап каша сияқты немесе қаймақ сияқты әп-әдемі қамыр дайындап аламыз. Біздің қамырымыз шамалы қоюлау болады қыздар. Жақсылап араластырыңыздар. Сол кезде бізде осындай әп-әдемі қамыр дайын болады. Міне біздің қамырымыз дайын. Ал енді қызып тұрған майда орташа отта жаңағы қамырларымызға малып, артығын осылай сілкіп түсіріп тастап, майға салып қуырып аламыз. Осылай тек қана малып салып жіберсеңіздер, қамырға өзін-өзі айналып жүріп осылай қуырыла береді. Қыздар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісемін деген ойдамын. Мен жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне достар, біздің өте әдемі корндықтарымыз дайын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.